Армардақтағай Нербес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгіншісі әдеттегідей мен Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту мақсатында жасалынып жатқан жұмыстар жайында сөз қозғамақпыз. Осы төңіректегі сауалдарымызға жауап беретін мейманымыз студиямызда. Тақырыбымызға байланысты пікірлеріңіз бен ұсыныстарды төменде көрсетілген байланыс желілеріне қалдыра аласыздар. Одан бөлек біздің ресми сайтымызда осы тақырыпқа байланысты сауалнама жарияланған еді. Қош келдіңіз, Ержан Мырза. Жалпы Ержан Советұлы, ең алдымен жалпы осы қазақ тілін кеңейту аясын енді осы тілді жалпы осы насихаттау бойынша жалпы қандай бағдарламалар бізде жүзеге асып қазір жүріп жатыр? Жақсы, рахмет. Жалпы біз Қазақстан Республикасының тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданған болатын. Осы бағдарлама шеңберінде бізде облыстық осы 6 жылға арналған облыстық іс-шаралар жоспары бекітілді. Сонымен қатар біз жалпы тіл саясатын Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының тілдер заңына сәйкес жұмыстар атқарамыз. Керемет. Кішкене нақтылап өтсеңіз, жалпы қандай жобалар қазір жүзеге асып жатыр? Иә, осы облыстық шаралар шеңберінде бірнеше жаңа шаралар жүзеге асуда, жаңа ол оқыту болсын. Сонымен қатар бізде тіл керуені деген жоба іске асырылуда, күн сәулесі деген жоба іске асырылуда. Тіл керуені жобасы арқылы былтырғы жылы 52 жаңа облыс бойынша балабақшалардың меңгерушілері, әдіскерлері осы жоба арқылы оқыды. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып өткендей, тіл күн сәулесі осы жоба арқылы да облысымыздың көзі нашар көретін, көзі көрмейтін біздің тұрғындарымыз осы жоба арқылы оқып қазақ тілін үйренді 2020 жылы. Бұл жоба биылғы алдағы жылда 21 жылы іске асырылатын болады, яғни жалғасын табатын болады. Керемет. Жалпы Ержан Советұлы, қазір уақытта өңіріміздегі тіл деңгейін айтып өтсеңіз. Әсіресе енді айтып отырған қазақ тілі ғой. Иә, бүгінгі күні жаңағы әлеуметтік зерттеулерге сәйкес мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі 88%. Бұның ішінде әрине мектеп оқушылары кіреді, балабақшадағы балалар, және де колледждадағы, жоғары оқу орындардағы студенттердің жаңа тілді білу деңгейі, және де осы курстан өткендер, арнайы семинарларға, жаңа кездесу дөңгелек үстелдерге қатысқан осы тұрғындар осы үлестің ішінде отыр. Яғни жыл санап артып келе жатыр. Иә, жыл санап артып келе жатыр. 2019 жылы осы көрсеткіш 87,1% болған. Керемет, түсінікті. Жалпы келесі сұрағымыз бұл енді шенділерімізге қатысты болмақ. Өйткені қазір барлығымыз білеміз, шенділеріміздің кейбіреуі барлығы дерлік күнделікті тұрмыста қазақ тілін қолданады. Оған енді қуаныштымыз, бірақ дегенмен де осы мемлекеттік істерге келген кезде, жалпы өзінің қызметіне келген кезде қолдана алмайтындарын айтып жатады. Осы бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр? Иә, дұрыс айтасыз, мемлекеттік қызметшілер өз жұмысында жаңағы қазақ тілінде, және де орыс тілінде хат жазып, қызмет көрсете білу керек. Егер де жаңағы сонда кемшін тұстары болып жатса, өзіңіз айтқандай, біз жыл сайын азаматтарға, яғни барлық санаттағы азаматтар болсын, мемлекеттік қызметшілерге болсын, тегін курстар ұйымдастырамыз. Осыған қатысу алады. Екіншіден, біз жыл сайын Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жанында ұлттық тестілеу орталығы, оның ішінде Қазтест орталығы деген бар. Осы мемлекеттік қызметшілер осы Қазтестке қатысып, өзінің білімін анықтап, яғни қазақ тілінің білу деңгейін анықтап, әрмен қарай қандай курстарға қатысуға болады. Яғни осы Қазтест арқылы өзінің білім деңгейін біле алады. Содан кейін өткен жылдың желтоқсан айында біз Павлодар облысының әкімдігіне қарасты басқармаларының бірінші басшылардың арасында, яғни 21 басқарманың басшылары қазақшан қалай бірінші басшы деген
байқау ұйымдастырдық. Оған жаңағы осы басқармалардың мемлекеттік қызметшілер емес, бірінші басшылары қатысты. О кісілер жаңағы өзінің байқау болғандықтан ол 2 турдан тұрды. Біріншісі ана тілі мобильді қосымшасы арқылы тапсырмалар орындады. Ол жаңағы қандай тапсырмалар дегенде әр деңгейде оның аудармасы да бар, оның жаңағы лексика, грамматикасы да бар деген сияқты. Сосын екінші турында осы байқаудан ол кісілер диктант жазды қазақ тілінде. Және де бірден жаңағы сөздер беріліп отырды. Сол арқылы сөйлем құрып, осындай деңгейлермен анықталды ол кісілер. Әрине осы жоба ол тек қана бірінші басшылардың ғана емес, сонымен қатар қазақшан қалай прокурор, қазақшан қалай салық қызметкерлері деген тақырыппен жаңағы прокуратура қызметкерлерімен де, салық қызметкерлерімен де осындай жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар сіздер де мониторинг жүргізесіздер ғой, осы мекемелерге барып, осы сол басшылардың, орынбасарларының, сол жердегі қызметкерлердің қазақ тілін білу яки білмеуін қадағалайсыздар ғой, анықтайсыздар ғой. Қазіргі күні тексеріс деп айтпаймыз, біз мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Өзіңіз айтқан сияқты ол мекемелерге барып, жаңағы хатшылардың телефон қоңырау шалған кезде, жаңағы егерде қазақ тілінде сұрап тұрса, ол хатшылар қазақ тілінде жауап беру керек. Және де сол мекемелерге барып, көрнекі ақпараттары да 2 тілде Қазақстан Республикасы тіл туралы заңның 21-ші бабына сәйкестілігі олар қаралады. Және де ол тек қана қарап қоймай, мониторинг қана жасап қоймай, сонымен қатар жаңағы мемлекеттік қызметшілерге және басшыларға болсын әдістемелік көмек те көрсетіледі. Яғни қазақ тілінде жауап берілу бұл міндет ғой. Иә, қазақ тілінде егер хабарласса, қазақ тілінде жаңағы жауап беру міндетті. Ол өзіңіз білесіз, тұтынушылардың құқықтарының қорғау заңының 24-21 бабына сәйкес тұтынушы қай тілде талап етсе, қазақ тілінде талап етсе, оған қазақ тілінде жауап беру міндет. Жалпы енді тілдің арнайы орындарда ғана емес, сондай енді күнделікті тұрмыста да жалпы қолданылу үшін біз не істеуіміз керек? Өте орынды сұрақ. Биылғы жылы біз алдында айтып отырмыз, жаңа жобалар деп, мынау біз радиода биылғы жылы бағдарлама ұйымдастырып отырмыз. Мемлекеттік тіл және қоғам деген, және де мынау адамдарда бүкіл халықты, қоғамды жаңағы оқыту үшін QR код ұйымдастырып отырмыз. Ол біздің жаңағы сауда орындарында, сонымен қатар жаңағы трамвай басқармаларында, мысалы автобус мекемелерінде осындай орналастырылатын болады. Банктерде, мысалы, осында QR код орналастырылады. Сосын әр азамат келіп, оған ұялы телефонымен жаңағы түсіріп алып, сосын қазақ тілін бойынша сол қазіргі мобильді қосымша. Сол ұялы телефон арқылы өзі қазақ тілін үйрене алады. Мобильді қосымша жайлы түсіндіріп айтып өтсеңіз толығырақ. Сонымен қатар, білесіз, ана тілі мобильді қосымшасы бұл App Store-дан жаңа өзінің ұялы телефоныңызға ана тілін қосымшасын жүктеп аласыз да, оны анда нелер тапсырмалар берілген, жазуға байланысты, немесе грамматикаға байланысты, соларды орындап, және де оның нәтижесін өзіңіз профиль арқылы қаншалықты дұрыс орындадыңыз, сол жаңағы берілген тапсырманы қаншалықты пайыз алдыңыз, сол профиль басып көре аласыз. Осы ретте жалпы қоғам белсенділігі мен осы мотивациялық кездесулердің тиімділігі жайлы айтып өтсеңіз. Бұл тек қана біз мемлекеттік жаңағы облыстық шаралар шеңберінде емес, сонымен қатар осы жоспарлардан да тыс өзіміздің басқармада іске асыратын шараларымыз бар. Оған жаңағы біздің жоғарғы оқу орындарының ғалымдарын, сонымен қатар қоғам бірлестіктерін, мысалы бізде білесіз өзіміздің облысымызда жебе, қағандық бірлестіктері, сонымен қатар ақсақалдар тағылымы,
қоғамдық бірлестігі бар, халықаралық қазақ тілі қоғамының облыстық филиалының мүшелері бар. Осы кісілерді тарта отырып, қала аудандарға барып, мынау індетке байланысты көбінесе онлайн түрінде кездесулер, тіл саясатының, яғни қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту бойынша іс-шаралар жүргіземіз. Міне 2020 жылы біз қала аудандардан 30 жаңа қазақ тілін еркін меңгерген азаматтарды жинап, біз оларды оқыттық. Оларға жаңағы жоғарыда айтқанда ғалымдар, тіл жанашырлары қандай бағытта халықпен тіл саясаты туралы не айту керек деген тақырыптарда оларға лекция оқытылды. Одан кейін осы оқыған 30 жастар жергілікті жерлерге барып, яғни аудандарға барып, 150 кездесу өткізді. Яғни бұл қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюіне бір өзінің септігін, үлесін қосты деп есептейміз. Адамдарымыз жалпы осындай сіздердің курстарыңыз іздеп үйренгісі келетіндердің, яғни айтпағым саны көбейіп жатыр ма? Иә, жылдан жылға көбею үстінде, мысалы айтатын болсақ, биыл 2020 жылы 4030 адам курстан өткен болатын болса, ал 2019 жылы 3350, яғни 1000 адамнан артық болып тұр мына жерде. Керемет. Жалпы енді бірер ай бұрын енді сөздік трамвайларды көрген едік, өзім де байқап жүрдім. Енді соңғы кездері менің көзіме шалынбай жүр ме, білмеймін, енді жоғалып кетті ме, өз басым байқаған жоқпын. Енді бұл ретте осы жоба жайында кішкене айтып өтіңіз, содан кейін қазіргі уақытта осы трамвайларымыз бар ма? Осы жоба жалғасын тауып жатыр ма? Иә, дұрыс айтасыз, бұл 2020 жылы қолға алынған басқарма тарапынан жаңа жоба болатын. Бұл жобаны аты стикер деп аталады. Осы жалпы екі тілде қазақша және орысша аудармасымен сөздер әзірленіп, 15 000 стикер Павлодар қаласының Екібастұз, Ақсу қалаларының жаңағы автобустарына ілінді. Сонымен қатар Павлодар қаласының трамвайларына, сонымен қатар көшедегі остановкаларға осы тілдерді оқыту бойынша қандай да бір қиыншылықтар, кедергілер болды ма? Біздің енді үйрету деңгейлеріңіз енді төмендеп қалған жоқ па? Енді әрине бұл пандемия жаңағы оқыту курстарына да әсер етті деп айта аламыз. Себебі неге десеңіз, бір аудиторияда әр топта 15 адамнан бізде 15 адам мұғаліммен көзбе-көз оқыған, ол тиімдірек деп есептеймін. Ал бірақ та пандемия болғанымен осы курстар онлайн ретінде өтті. Ол кісілер өзіне алатын дәрістерді, не болмаса әдістемелік көмектерді, бір қажет нәрселерді жаңағы өзінің электрондық почталары арқылы алып, сол арқылы сабақ оқыды. Және де 2020 жылы жаңағы осы пандемияға байланысты жаңағы күнтізбесі деген телеграмда жоба әзірленді. Яғни
әр адам сол жерде қазақ тіліне байланысты, мысалы, мақал-мәтелдерді, жаңылтпаштарды ала алды. Мысалы, бүгін әр күнге бір тапсырма беріліп отырды. Абай Құнанбайұлының жаңағы 175 жылдығы болғандықтан, әр сәрсенбіге Абай Құнанбайұлының, мысалы, 35-ші қара сөзін оқыңыз, 5-ші қара сөзін оқыңыз деп рет-ретімен әр сәрсенбіге осылай қойылды. Мысалы, бүгінгі күні 19 қаңтар ғой, бүгінгі тапсырма, мысалы, әлеуметтік желіде қазақ тіліне байланысты жарияланым жазыңыз деп. Біздің өзім басқарма жанында біз әлеуметтік желілермен тиімді жұмыс жүргіземіз. Керемет. Келесі сұрақ, жалпы өткен 2020 жыл баршамызға белгілі еріктілер жылы болған болатын. Бұл ретте осы тіл аясын кеңейту бойынша тіл волонтерлері қандай жұмыс атқарды? Дұрыс айтасыз, алда өткен жыл 2020 жыл волонтерлар жылы болып өтті. Бұл біз басқарма Павлодар қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөліммен бірлесе, және ана тілі орталығымен бірлесе, және осы волонтерлар жылына олай тіл волонтерлары тобы құрылған болатын. Ол тіл волонтерлары тобы не істеді? Ол көшедегі көрнекі ақпараттардың жаңа қателерін түзетуіне, жалпы мониторинг жүргізуге, осы қателерге бойынша бізге көп көмек көрсетілді. Яғни міне биыл 2021 жылы біздің басқармамыздың жанында Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның талаптарын сақталуын қадағалайтын топтар құрылды. Онда жаңағы жоғарыда айтып отқан жаңа тіл жанашырлары бар, сонымен қатар қоғамдық бірлестіктердің мүшелері бар. Сонымен қатар тіл волонтерларында қызмет жасаған жастар осы топқа кіріп, ол біздің қала орталығындағы, яғни Павлодар қаласындағы халықпен қызмет істейтін мекемелердің тіл заңы қалай сақталынып жатыр, тіл заңы қалай жүргізілуде бойынша мониторингтар жүргізуге бізге көмектесіп жатыр. Міне бүгінгі күні ғана осындай жылдың басында құрылған жаңағы топ, бүгін біз сол Горводоканалға бардық, Қазпочтаға бардық, сосын Павлодар Энергоға барып, осындай мониторинг жұмыстарын ол кісілер жүргізіп өтті, қарап өтті. Бұнда кісілер қарағанда қандай мәнде қарады, көрнекілерді қарады. Әрине бүгінгі күні мен айтар едім, тіл заңы бойынша жұмыстар атқарылып жатыр, бірақ та әлі сапасына кішкене көңіл толмайды деп. Көрнекі ақпаратта, мысалы, тіл заңында жазылған қазақшасы үстінде болу керек, ал орыс мәтіні төменгі жағында болу керек. Мұнда кейбір мекемелерді қараған кезде ауысып кеткендер де болды. Орысшасы бірінші тұрда, қазақшасы мәтіні екіншіде. Әрине бүгін ол кісілерді қарап шықсақ, ол кісілерге уақыт берілді, жаңағы түзетіп, ретке келтіру деген сияқты. Ол жаңағы мониторинг топ осы кемшіліктер бойынша тағы да анықтап қарап өтеді. Керемет. Келесі сұраққа көшсек, өйткені біздің бағдарламамыз енді кішкене соңына дейін жетіп қалдық. Жалпы қазір таңдағы қазақ тілін меңгеру курстарының жағдайын айтып өтсеңіз, содан кейін қанша курс жұмыс жасап жатыр? Біздің енді сол курстағы қатысушылардың, үйренушілердің саны қанша? Иә, жаңа жоғарыда айтып өттім осы сұхбат барысында. Бізде қазақ тіліне тегін курстар оқытылады. Тегін курстар жүргізіледі. Оған әр адам, әр Қазақстан Павлодар облысының тұрғыны хабарласып, осы курсқа қатыса алады. Біздің телефонымыз 61-84-88, осы телефоны арқылы бізге хабарласып, осы тегін курстарға жазылуға болады. Енді тегін курстар бойынша айтатын болсақ, биылғы жылы 4400 адам осы тегін курстармен қамтылды. Бұл мәліметті қала аудандармен бірге айтып отырмын. Яғни ол 2019 жылы бұл көрсеткіш 3350 адам болған. Сонымен қатар тек қана курстар емес, онлайн семинарлар өткізіледі. Ол мемлекеттік қызметшілерге, олардың іс жүргізулеріне қандай да бір әдістемелік көмек болатын болса, осы семинар арқылы, осы курстар арқылы олар бізден мәліметтер ала алады. Біздің бағдарламамызға келіп қойылған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте айтылатын сұрақтар енді бар еді, бірақ енді өкінішке орай уақыт өз мәресіне жетті.
келіп осындай ақпараттармен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте, қандай да бір жаңалықтарыңыз болатын болса, алдағы уақытта біздің бағдарламамыздың есігі сіз үшін әрдайым ашық, келіп осындай бір керемет әңгіме жүргіземіз деген үміттеміз. Жақсы. Ал қымбатты телекөрермен, әр аптаның дүйсенбісі мен бейсенбісі аралығында бізбен бірге болыңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Аман сау болыңыздар.